Сәлеметсіз бе? Біз сізге Ильяс Жансүгіров атындағы жетісу университетінен келіп отырмыз. Тарих пәнінің білімгерлерін дайындайтын мамандықта оқытушы болып жұмыс жасаймыз. Сізге бірінші сұрағымыз, осы музей туралы сұрайтын болсақ, жалпы мына музей неге Ақсу ауданында біз былай сұрастырдық, бір ғана музей екен, өзі Ақсу ауданының музейі, және ол Ақсу ауылында орналасқан екен. Неге бұл аудандық музей осы ауылда орналасқан? Бірінші сұрағым. Енді біріншіден қош келдіңіздер музейімізге. Енді сұрағыңыз өте орынды. Неғып жаңағы Ақсу аудан орталығы Жансүгіров ауылында тұрмасқа деп тұрсыздар ғой енді. Бұған себеп өздеріңізге белгілі, қазақта жаңағы ең алғаш 3 мектеп ашылған ғой. Біріншісі жаңағы Жәңгір ханның мектебі, екіншісі жаңағы Торғайдағы Ыбырай мектебі болса, 3-ші мектеп осы біздің жетісу өңіріндегі, оның ішінде Ақсу ауданындағы Қарағаш мектебінде орналасқан ғой. Сол мектепте 1899 жылы жаңағы бой көтерген Маман әулетінің іргетасын қалаған Маман мектебі бой көтерген болатын. Кейіннен жаңағы алғашында 3 класстық болып, кейін 8 класстық болып үлкейтіліп, сол мектепте жаңағы белгілі қоғам қайраткерлері осы өңірден шыққан Біләл Сүлей сияқты, Ильяс Жансүгіров сияқты біздің белгілі қоғам қайраткерлері білім алған. Кейіннен 1937 жылы жаңағы сол мектеп бүліншілікке ұшырап, жаңағы сау қалған құрылыс материалдары осы Ақсуға алып келініп, бірнеше ғимарат пайдаланған. Қазіргі таңда осы музей орналасқан ғимараттың өзінің жаңағы төбесінде сол жаңағы Қарағаштан әкелінген Маман мектебінің құрылыс материалдарына салынғандығы. Жаңағы бұл ғимараттың өзі тарихи ескерткіш ретінде мемлекеттің қорғауында, сондықтан осы тарихи мұраны сақтап қалу үшін осы музей ғимараты ретінде таңдап алынған. Жақсы, рахмет. Біз осы енді сұраққа жауапты өзімізден сұрағанды көрдік. Келесі сұрағымыз, жалпы музей қанша бөлімнен тұрады? Енді музейге келетін болсақ, музей 6 бөлімнен тұрады, жаңағы 6 залдан тұрады. Бұл 1994 жылы Ильяс Жансүгіровтің 100 жылдық мерейтойына орай жаңағы аудандық мәдениет бөлімінің ұсынысы бойынша облыстық тарихи өлкетану музейінің филиалы ретінде ашылған. Енді былтырғы жылы біз музейдің 30 жылдығын атап өттік. Келесі сұрағым сізге қоятын, жалпы осы музейге қызығушылық арттырып келетін, мысалы Жансүгіровте 3 мектеп бар, мектепте сол мектеп білімгерлері ма? Себебі бұны сұрайын деп тұрғаным, біз өлкетанулық жұмыс болғандықтан, музей тарихпен бірден бір байланыс, тарихи орта болғандықтан, балаларға сіз тарих айтасыздар, бұл олардың күнделікті өмірінде жаңағы тек қана жалпы макро тарихпен таныспай, микро тарих өздерінің ауылдың, ауданның, болмаса облыстың тарихымен танысуға мүмкіндік музей деген. Сондықтан да бұл музейге келушілер бар ма? Мысалы, айына дерлік қанша келеді мөлшермен? Бізде енді жылдан жылға келушілер артуда. Былтырғы жылы мысалы біздің музейде қайта безендіру жұмыстары дейміз, экспозициямыз толығып, қайта безендіру жұмыстары жүргізілді. Соның арқасында биыл келушілер өте көп. Енді бірінші тоқсанда бізге 600-ден астам адам келген болса, енді 290-да да мысалы сондай көрермендерді күтеміз. Жылдық жаңағы келушілердің саны 2,5 мың адамды құрайды. Енді бізден тек қана жаңағы осы Ақсу ауылы емес, бізде аудан бойынша болғаннан кейін Ақсу ауданы бойынша білім бөлімімен біз жаңағы келісім жасап, аудан бойынша ауылдағы жаңағы мектеп оқушылары келіп тамашалайды оны. Аудан қонақтары келеді, жаңағы зейнеткерлер бар, ересек адамдары бар, жаңағы ауқымды шаралар өткіземіз. Сол кезде жаңағы келушілер саны артады бізде. Жақсы, рахмет. Несін айтып кетейін жаңағы. Енді музей залдары, музей бойынша бізде 1000-ға жуық экспонатымыз бар. Мысалы 450 жаңағы негізі қорды құраса, 520 экспонат ғылыми көмекші қорды құрайды.
жаңағы бұл жерде жаңағы құнды экспонаттарымыз да бар. Енді Ілияс Жансүгіровке байланысты жаңағы белгілі жетісулық ақын Ілияс Жансүгіровтың енді құнды экспонаттарымызға келетін болсақ, жаңағы 50-ге жуық құнды экспонаттар бар музейімізде. Атап айтатын болсақ, жаңағы жергілікті халық ақыны Жетісу өңіріне аты белгілі Қуат Кербаевтың Ілияс Жансүгіровке сыйлаған домбырасы, мысалы Ілиястың өзінің ұстаған домбырасы, ұстаған қол чемоданы деген сияқты, өзінің көз тірісінде баспалармен жасаған келісім шарттары, түпнұсқа жаңағы Орал баспасынан шыққан өзінің жаңағы шығарма кітабы және жары Фатима Ғабитованың қолданған заттарды осы біздің музейден табылады. Негізгі қол түпнұсқалар дейсіз. Түпнұсқалар. Жақсы, рахмет. Сұхбат беріп, сұрақтарыңызға жауап берген үшін.